Қырғыз ағайындар осыған дейін Қазақстанға 300 тоннадан астам гуманитарлық көмек жіберген болатын. Соның бір бөлігі бүгін Қостанайға келіп жетті. Қазір сол жерде жүрген әріптесім Мерей Қанапия тікелей эфирге қосылуға дайын. Мерей, жағдайды баяндап берсеңіз. Қайырлы таң, Марал, қазір қаладағы волонтерлік штабтардың біріндеміз. Дәл осы сәтте көршілес Қырғыз елінен 3 жүк көлігі келіп жетті. Бұл шамамен 40 тоннадай гуманитарлық көмек болады. Қазір қырғызстандық өкіл Мирзат Медетханов жанымызда жүр. Қош келдіңіздер Қазақстанға, Мирзат. Қостанай қаласына қанша уақыт жол жүріп келдіңіздер? Бишкек шаарынан бері Қостанай шаарына чейин 2500 километрдей жүріп келдік. Жалпы Қостанай шаарына 3 оор жүк тасуучу автоунаа келдик. Жалпы жүгүбүз 3 автоунаабыз биригип 40 тоннага жакын жүк келди. Азыркы учурда жүк ичи бул жерде биринчи кезекте керектелүүчү азык түлүктөр, суусундуктар, жылуу кийим кечелер, бут кийимдер, электр жылыткычтары келди. Мирзат, сөзіңізді бөлейін. Қырғызстандағы ағайындардың белсенділігі қалай жалпы? Қандай дейсіз? Белсенділігі қалай қырғыз ағайындардың? Белсенділігі жағынан. Қалай, көмек жағынан ше? Эми бул жерден Қазақстан Республикасынын аймагында азыр болуп жаткан кырдаалды Кыргызстан тынч карап отура алган жок. Бул жерден урматтуу президентибиз Жапаров Садыр Нуркожоевич демилгеси менен ушу Казакстан боордош Казакстан элине жардам көрсөтүү жүгү жиберилди. Кыргыз эли ар дайым казак эли менен бир тууган болгондон кийин көмөк көрсөтүүгө ар дайым даяр. Көп рахмет, Мирзат. Сондай-ақ облыс әкімінің орынбасары Ринат Мұхаммедқали да осында жүр. Қайырлы күн, Ринат аға. Жалпы осы қалада қанша волонтерлік штаб ашылды осыған дейін? Сіз жаңа гуманитарлық көмекті қабылдайтын орынды айтып тұрған шығарсыз. Бізде қазір Қостанай қаласында 2 гуманитарлық көмек қабылдайтын орын бар, және Қостанай ауданында 2 орын бар. Жалпы осы 2 күннің ішінде бұлар 2 күн жұмыс істеп тұр. Осы Қырғызстаннан келген көмекті қосқанда 70 тоннадай гуманитарлық көмек қабылданды. Гуманитарлық көмектер негізгісілері сол тамақ, жылы киімдер және су тасқын тоқтатуға қажетті заттар. Көп заттарды бірінші кезекте біз халыққа таратып беріп жатырмыз. Олар эвакуацияланған адамдарға келіп осы жерден алып кетіп жатыр. Сөзіңізді бөлейін. Қырғызстаннан бөлек еліміздің қай өңірлері белсенділік танытып жатыр? Бізге енді эвакуациялық пункт осы Қостанай қаласы мен ауданында істеп тұрғаны 2 күн ғана болды. Қазіргі кезде келіп үлгерген гуманитарлық көмек ол Жамбыл облысы Меркі ауданынан келді және Астана қаласынан, содан кейін осы қаланың біздің өңірлердің тұрғындарының берген гуманитарлық көмек. Ал хабарласып жатқан, жіберіп жатқан басқа өңірлерден қазір көп, барлығы жолда келе жатыр. Сұхбатыңызға көп рахмет. Әрмен қарай жалғастырамыз. Қостанайға Алматы, Астана, Қарағандылық төтеншелік қызметкерлері келген, ал қызылордалық мамандар Ақтөбедегі жұмыстарды аяқтаған соң бірден осы жаққа жұмылдырылмақ. Сондай-ақ облыста санитарлық эпидемиологиялық жағдай тұрақты. Бұл туралы жергілікті СЭС мамандары хабарлап отыр. Олар тасқын су аймақтарына барып мониторинг жүргізген. Нәтижесінде су арқылы жұғатын вирустық инфекциялар тіркелмеген, сондықтан бұл тұрғыда алаңдауға еш негіз жоқ деп отыр. Студия, әзірге менде бар ақпар осы. Сөз өзіңізде. Бауырлас, Қырғыз еліне мың алғыс. Ақпаратыңызға рахмет. Қостанайдан бізбен тікелей байланыста болған әріптесім Мерей Қанапия. Хабарымызды жалғастырамыз.